Сәлем достар, менің керек арнама қош келдіңіздер. Подписацияны басып, қоңыраушаны басып, тіркеле кетіңіздер. Үлкен рахмет. Бүгін бананның пайдасы, адам ағзасына пайдасы жайлы айтатын боламын. Бананның адам ағзасына пайдасы: жеміс-жидектер құрамында адам ағзасына пайдалы дәрумендер өте көп. Соның ішінде атап өтетін болсақ, бананның адам ағзасына пайдасы өте мол. Банан депрессиямен күресуге көмектеседі. Оның құрамында триптофан заты бар. Бұл қуаныш гормоны. Сондықтан бір банан жеп, көңіл күйді көтеруге болады. Банан әлемдегі аллергия тудырмайтын жалғыз ғана жеміс. Сүйектерді қатайтады. Бананның арқасында ағзадағы кальций көбейеді. Ішек микрофлорасын жақсартады. Тамақты тез сіңіреді. Іш қату бар адамдар үшін банан өте пайдалы жеміс. Әрдайым банан жеу іш қатудан мықты қорғайды. Асқазан жарасы: банан жегеннен кейін ол асқазан шырышты қабатында қорғаныш қабатын түзеді. Жарадан тез құтылуға көмектеседі. Ісінулер: бананды жиі жеу ағзадағы ісінулерден арылтады. Анемия: қан аздар үшін банан таптырмайтын тағам. Бананның жұмсақ затындағы темір мөлшері айтарлықтай өте көп болуы анемия болдырмауға көмектеседі. Бүйрекке банан оң әсер көрсете алады. Пайдалы заттар, микроэлементтер бүйрек қызметі көмектесіп, құм мен тастардан арылуға көмектеседі. Шегуді қою: никотинді тәуелділіктен құтылып келе жатқан адам үшін банан жеу пайдалы. Көп мөлшердегі дәрумендер калий, магний ағзадағы қалып қойған никотинді шығарып, темекісіз өмір жылдам үйренуге алып келеді. Ақыл-ой қызметін жақсартады. Есте сақтау қабілетін жақсартады. Аяғына шейін тыңдағандарыңызға рахмет. Подписацияны басып, тіркеле кетіңіздер. Мен үшін өте маңызды. Рахмет.